Қайырлы күн мейлінеше оқырмандар, хәлдеріңіз қалай? Бүгін сіздермен әмиян туралы қызықты деректермен бөлісетін боламын. Әмияныңыз бос болмасын. Біріншіден, үйден шығарда қалтаңыз бос шықпасын. Сауда жасау ойыңызда болмаса да, әмиянда бос алып жүрмеңіз. Азын-аулақ ақша салып қойыңыз. Екіншіден, қаржы саласында жұмыс істейтін мамандардың нанымы бойынша бір купюраны шетел валютасымен ұстаған жөн. Айналадағылардың назарын аудармас үшін оны әмиянның көрінбейтін бөлігіне салып қойған жөн. Бұл да ақша шақырудың бір жолы. Үшіншіден, әмияныңызда аздаған тиын тебеніңіз қалса да, оған бола мазасызданудың керегі жоқ. Өйткені ақша күйгелек, жылғауық, адамның қолына түскісі келмейді. Сол себепті қолда барға қанағат етіп, разы болу керек. Әмияныңызда ақша шақыру үшін $1 салып қойсаңыз өте керемет болады. Бұл сізге ақша шақырып отырады. Сізде доллар бар ма? Қандай ақшаларды сақтап жүрсіз? Төменге пікірге жаза кетіңіз.